Бисмиллах достар, бүгін сіздермен бір жасағаннан жүректеріңіз жаулап алатын өте дәмді шарлотка пирогының рецептісімен бөліспекшімін. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Себебі дәл қазіргі сезонда не көп, осындай арзан алма көп. Алмаға қантты араластырып бір шетке қоя тұрамыз. Одан соң жұмыртқаға қантты салып 9-10 минуттай осылай көтерілгенше миксерлейміз. Үстінен сұйық май және үстімізді құйып, тағы да бір миксерлеп жібереміз. Бөлек ыдысқа ұн және разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң жаңағы сұйық массамыздың үстіне салып миксерлейміз. Сразу айтайын қыздар, көп араластыруға болмайды. Тек қана ұн араласса болған. Егер ұн толық араласпай қалды деп ойласаңыз, осылай лопаткамен астынан үстіне қарай араластыруға болады. Майланған тапаға саламыз. Менің тапамның диаметрі 24. Жаңағы алмаларымызды осылай әдемілеп тізіп қойып шығамыз. Мен сәндік үшін крошка септім. Крошканың рецептісі ұн және май. Міне алдын ала қыздырылған пеште осылай 1 сағат қызартып пісіріп аламыз. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.